семинардың тақырыбы өзі айтып тұрғандай заманауи отбасындағы құндылықтар мәселесіне арналып отыр. Соның ішінде менің тақырыбым әкенің рөлі деген тақырып. Өйткені бүгінгі таңда қоғамда мынау бала психологиясы зерттеп жүрген мамандарға өте түсінікті жағдай. Жігіттердің нәзіктене бастауы, қоғамда өзінің рөлін жақсы көрсете алмауы, бұл нәрсе тегіннен емес. Бұл бізден бір минустың кетіп жатқанын түсіндіреді. Енді ойланып қарасақ, бұл жерде қандай біздің ұлт ретінде бір ағаттықтарымыз кетіп жатқан болуы мүмкін деген мәселеде біздің айтар қосарымыз бір ауыз пікіріміз. Бұл отбасындағы әке рөлінің толыққанды жүзеге аспауы себеп болып отыр. Яғни қазір көз алдыңызға елестетіңізші, мектепке барып жүрген балалар кім ертіп бара жатыр баланы? Анасы ертіп бара жатыр. Кім оқуға барып кіргізді бірінші? Анасы апарып кіргізді. Кім оны қадағалайды үйде, тапсырмасын, үй тапсырмасын? Анасы қадағалайды. Ал енді әке қайда? Кешегі Абайды Семейге оқуға берген кім? Құнанбай әкесі. Және ауылдан оқыттырғанда Құнанбай ескі там медресесін салып. Одан Семейге барғанда сол әкесі. Сосын інісі Қалиолланы оқытқан, соған өзінің үлкен сенімін Абайға тапсырып берген, үлкен жағынан қадағалап отқан тағы Құнанбай. Ал мынау білесіздер, Бұғыр аяғын Саринді кім оқытты? Атасы Балғожа би. Орынборда ашылатын қазақ-орыс мектебіне алдын ала тізімдетіп қойған кісі. Мұстафа Шоқайды сабаққа берген кім? Әкесі Шоқай. Міне қазақ руханиятындағы ұлы тұлғалардың барлығының өмірінде әкесінің ізі бар. Яғни әке бір жақты табыстауымен ғана айналысып, бала тәрбиесінің бүкіл жауапкершілігін анаға жүктеп қоюы баланың өмірінде осындай орын толмас зияндар алып келеді. Психологиялық тұрғыда ер мінезді болмайды, кесек мінезі жоқ. Көшеде бір-бірімен өткенде ғана таксиге отырдым. Екі бала жігіт пробканың алдында ұрсып барады дейді машинада. Бір-біріне терезеден айғайлап ұрсып барады. Осындай жігіттер қайдан шықты? Кесек мінезді әкенің рөлі толық сәулеленбегендіктен осындай мінезді жастар пайда болды. Міне осы әкенің рөлі туралы біз ұлттық руханиятымызда қандай тәжірибелер бар деген мәселені айтуды жөн көрдім сіздерге. Маңызды түйіндерін тоқтала кетейік. Бірінші орында әкенің рөлі мынау қазақ дүниетанымындағы көрегенді ұрпақ деген. Білесіздер, көрегенді бала дейді. Көргенсіз дейді, оның қарсы мәніндегі сөз. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы. Яғни көргенді бала деген, көрген өнегесі көп деген сөз. Ал өнегені кімнен көп көреді? Әуелі қалыптасу кезеңіндегі мектеп жасына дейінгі қазіргі тілмен айтсақ, осы кезеңде ол ата-анасынан көреді. Абай атамызда да бар ғой, адамға үш алуан кісіден мінез жұғады. Ата-анасы, ұстазы, құрбы достары. Және соның ішінде кіммен көбірек болатын болса, кімді өте жақсы көрсе, содан көбірек жұғады дейді. Тура осы мәселеде бала күнінде, сәби күнінде бала ата-анасын ерекше жақсы көреді. Тіпті ата-анасынан басқа адам танымайды да ол. Осындай кезде оған әкенің тәрбиесі анасымен қоса ауадай қажет. Сол кезде ол өзінің әкесінен көргенін кейін өмірінде істетеді. Мынау қазақ қоғамында баланың атжалын тартып мінуін кезеңдерге бөледі. Біздің ұлттық дүниетанымда 13 жаста отау иесі деген қазақта сөз бар. Оны біз былай түсініп жүрміз. 13 жаста бұрынғы қазақ отау көтеріп жіберген бөлек үй болды деп. Дұрыс, сондай ішінаралық жағдайлардың деректері бар бізге жеткен. 13 жасында отау көтеріп, немесе 13 жасында құдалығын сөйлесіп, ұрын бардырып қойған деректер бар. Бірақ жалпы беттік ұлт ретінде біз 13 жаста үй болып кеттік деген әңгіме ол миф.
Ол не деген сөз? 13 жаста отау иесі деген. Бір отауды, яғни бір отбасын алып жүретіндей парасатқа жетуі керек деген сөз 13 жаста. Яғни оның рухани параметрі отбасын алып жүруге, сүйреуге жететін параметр, соның иесі деген сөз. Яғни шынында да бұл тегіннен тегін қазақ 13 жаста алып отырған жоқ. Біз ұлттың басы болған Абай дейсақ, Абай атамыз да 13 жасында жаңағы Семейге медресеге берген әкесі Құнанбай 13 жасында баланы шақырып алып, ел билік ісіне араластырған. Бұл тегіннен тегін емес. Енді бұл негіз бізге қайдан келді дегенде, бұл бізге Құраннан келген. Яғни илахияттан келген құндылық. Біздің бабаларымыздың өмірінде дәстүр. Мынау білесіздер, Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламның қиссасын білесіздер. Құрбанға шалу дейтін процесс. Сол кезде Исмаил алейхиссалам 13 жаста болды. 13 жасқа дейін әкесі оған сондай дәрежедегі имани құндылықты сіңіріп қойған. Ол жердегі мақсат баланы бауыздау емес, баланы құрбанға шалу емес. Ол жердегі мақсат Құранның құндылығында. Баланың қандай рухани деңгейге жеткендігін паш ету. Әйтпегенде, пышақ өтпей, құрбанға шалынбай қалу. Алланың қалауы ма? Алланың қалауы. Оның орнына құрбанға қошқар түсті ма? Қошқар түсті. Демек, мақсат ол жерде, ол баланың құрбандыққа шалыну емес, ол баланың 13 жастағы баланың рухани параметрі көрсету. Қандай кеңестікті, қандай рухани шкалаға жеткендігін көрсету. Міне бұны біздің қазақ қоғамы практикасында пайдаланған. Жаңағы сөздің өзі осыдан келіп жатыр. Ал осыған дейін бала көрсету керек әке балаға. Яғни Құнанбай осыған дейін баланы тәрбиеледі, көрсетті, өзінің өнегесін білдірді, сұхбатында болды. Білесіздер, аталар, біз соның шет жағасын көрдік. Аталар қонаққа барса, соғым басына барса, немересін қасына ертіп алады. Не үшін? Көрсету үшін. Бір бейәдеп қылық жасаса, бір мәдениетсіздік жасаса, сондай бір келеңсіздік жасаса, қоғамға зиян жасаса, қазақ не деп боқтайды? Көргенсіз деп боқтайды. Ол деген сөз сенде алдыңғы буын көрсеткен өнеге жоқ екен. Яғни әулеттерінде бұл мәдениет қалыптаспаған екен деген сөз. Өте үлкен сөз. Ал 13 жастағы баланы алып келді де, енді отбасында көрсеткен өнегесін территориясын кеңейтті. Ел билеу мәселесіне Қарқаралыдағы қыстай болған съезге алып келді. Одан жас шыға ағайын ортасындағы түрлі даушарлардың арағайындыққа жүргізді. 13 жасар бала. Міне көрсетіп жатыр көрегендік. Әкенің рөлі. Бүгінгі таңда ұлын ертіп жүретін әке бар ма? Жарайды, мынау ресми түрдегі іс-шараларды айтпай-ақ қояйық. Бейресми түрдегі отбасылық қарым-қатынастар, туысқандық қарым-қатынастарда әке баласын ертіп жүрмейді қасына. Ол мамасының қасында. Той-томалақта мамасының қасында. Мамасының нәзіктігін көреді. Кей жерде әйел адамның тәрбиесіздігін көреді. Бүгін таңғы тәрбиесі тұрпақ, келін қайнары өзінен өзі белгілі болды. Бұл өнеге көрсету мәселесі өте маңызды. Ал ол үшін де әкенің белгілі деңгейде рухани биіктігі болуы керек. Яғни Құнанбай сынды. Алдында өнеге болады. Мынау бір ғана мәселеде Абай атамыз айтады. Абай атамызда өте жақсы атты танитын кісі болған. Мынау аттың сыншылығы деген, өзі қазақта өнерлер бар, білесіздер. Адамның сыншылығы, ат сыншылығы, жүйріктің сыны дейді. Бөлек-бөлек бала сыны, адамның сынының өзі бөлінеді. Қыз сыны, жігіттің сыны бар. Осы мәселеде Абай атамызда белгілі табысқа жеткен кісі, жетістікті. Бір кезде жүйрік шығатын сатып алдым дейді. Құлынды. Сосын тай көрмеді. Соны алып келіп жылқыға қостық дейді. Сол кезде Құнанбай атамыз айтты дейді, сен елден сатып алғанша өзіңде бар нәрсені қарасаңшы дейді.
Сосын келесі жылдың белгілі бір уақыт өткеннен кейін келді де өте үлкен жұмыспен, арнайы мақсатпен келді. Бұл жерде Құнанбай қажының бір мәселесін қазір соңында ескертеміз, ден қойып тыңдасаңыздар. Келді де шайға қараған жоқ дейді. Мен бір мәселемен келдім, жүйрігімді алып шық, сосын ішінен анау жүйрікті алып шық деп айтты дейді. Жарыстырамыз. Сосын әй сенікі жарамайды ау деп айтып қалды дейді. Осыдан екеуін жарыстырдық. Шын мәнінде Абай атамыздың таңдаған жүйрігі Құнанбай атамыздың таңдаған жүйрігіне шаңына ілесе алмай қалады. Міне осы мәселеден кейін Құнанбай атамыз ары қарай мен жол жүріп бара жатырмын деп ары қарай кетіп қалады. Ал сонда бұл жерде Құнанбай атамыздың келу мақсаты не? Өзін дәлелдеу ма? Жоқ, өзін дәлелдеу емес. Онсыз да әке ретінде Абай атамыздың алдында өзін дәлелдеп қойған, қоғамда дәлелдеп қойған тұлға ол. Бұл жерде басты мәселе өзінің өнегелік қасиетін, жауапкершілігін атқару. Яғни жүйріктану мәселесінде Абай атамыздың қателесіп жүрген белгілерін өзінікімен толықтырып кету. Міне көрдіңіз бе, қазақтың әкелері жауапкершілігін жол жөнекей кетіп бара жатты да ұмытпай қақаған қыстың ішінде келіп атқарып келеді. Бұл өте баланың кейін болашақта қандай тұлға болып қалыптасуына қатысты өте маңызды нәрсе. Үйінде кешке дейін арақ ішкен әкені көрсе, бала әрине ішімдікке жақын болып салыстырмасы жоғары болады. Үйінде ұрыс-керісті көрсе, ол да кейін жанжалға бейім бала болады. Қоғамда да сондай. Сондықтан бұл өнегені көрсету. Сондықтан да қазақ қонақты күттіргенде де таңдап шақырады. Және балама өнеге болсын. Сонымен бірге дастархан басындағы мәдениет қазақ отбасында өте маңызды. Бұны әкелер көкейді түйіп отырған абзал. Бүгінгі таңда біреу жұмысқа асығып отырады, біреу басқа бір шарасын асығып отырады. Дей тұрғанмен бұл нәрсені тым құрыса демалыс күндерінде, кешкі ас мезгілдерінде, отбасының толық құрамда болатын кезгіліндегі дастархан мәдениетін біз қатты пайдалануымыз керек. Неге? Сол отбасында дастарханда айтылған әңгіме өте маңызды. Дастархандағы өнеге өте маңызды. Дастарханда бір-бірімен сыйламайтын болса, соны көрсе, әке-шешенің бір-бірімен сыйластығын көрмесе, бала әрине қоғамда да сыйластық кем болады. Сондықтан мынау дастархан мәселесінде әкенің бірінші ол дастархан басына келуі, және әкенің бата беруі дастарханға, әкенің бірінші тағамды бастап өзі алуы, алдына ешкімді салмайды. Бұны әкелер ескеру керек. Бұл ұсақ мәселе емес. Бұл тәртіп, бұл өнеге, бұл өзінің ролын қалыптастыру. Сол арқылы балаға өзінің ролын қалыптастыруды үйрету. Міне бұл да және біздің көргенді баланың келу қайнарына әсер ететін дүние. Дастархан басындағы әңгіме, дегдар әңгімелер болса, немесе үнемі мынау валютаның курс мәселесі сөз болып тұратын болса, үнемі кіріс шығыс семьяның мәселесі сөз болып, тек қана сол қордаланған мәселе ретінде қаралатын болса, әрине ұрпақтың санасында ақша маңызды орында деген қалыптасады. Ал біздің бабаларымыз қандай болады? Біздің бабаларымыз көбіне жүректің әңгімелерін көп айтты. Яғни адам болу, кісі болу мәселесі жүректегі. Жаңа Абай атамыз айтатын жылы жүрек мәселесіне жетелейтін әңгімелер көбірек айтылатын болса, бұл қоғамда жылы жүректі ұрпақтар пайда болады. Бүгінгі таңда айтамыз, біз біреу жығылып жатса, соткаға түсіріп тұратын кісілер көбейді жастар. Деп қоғамда үнемі айтылады жастарға сын ретінде. Бірақ бұл ұрпақты кім тәрбиеледі? Бұл ұрпақты аға буын тәрбиеледі, әкелер тәрбиеледі, аналар тәрбиеледі. Міне осы мәселеде әке өзінің баласына көрсету керек өнегесін. Екінші мәселе біздің
баланы тану деген мәселе біз әрбір баяндамамызда, лекциямызда бұл мәселені міндетті түрде қыстырып кетеміз. Өйткені бұл өте маңызды. Және де біз арасында айтып кеттік, біздің қазақ қоғамында, қазақ руханиятында өте бір жақсы өнердің бірі адам тану деген. Кісі тану бұл өте үлкен өнер болатын. Өкінішке орай бүгінгі таңда біз бұдан қол үзіп қалдық. Бұл тек психологтардың міндеті ретінде, тәжірибесі бар практикалық кісілердің міндеті ретінде қалып қойды. Бұл негізі қазақ қоғамында кез келген үлкен кісінің жауапкершілігінде және қолынан келетін жұмыс болған еді. Мынау Құнанбай атамызда да жаңа айтып отырмыз, Мұстафа Шоқайда 5 баласы бар. 5 баласын да оқытқан. Бірақ соның ішінен Мұстафаны орыс мектебіне береді. Ташкентке оқуға береді. Не үшін? Сол баладан бір нәрсе шығатынын білген үшін. Тағы да мақалымызда бар ғой. Кісі болар баланың кісесінен белгілі дейді. Кісе деген бүгінгі таңда бел болды. Белдік дейміз. Соны қалай таққаннан, қандай белдік таңдап тағып жүргенінен, қалай тағып жүргенінен қазақ ол баланың қандай адам болатынын білген екен. Әкелер. Мақалда өзі айтып тұр. Кісі болар баланың кісесінен белгілі. Ол жерде кісі деген бөтен деген мағынаны білдірмейді. Кісі деген үлкен биік параметрдегі адамды білдіреді. Осындай мәселелер біздің қоғамда қайтадан орнын табу керек. Оған әкелер күш салуы тиіс. Яғни біздің ұлттық тәжірибемізде өйткені әкелер осы мәселемен айналысқанын біз көріп отырмыз. Жаңағы Мұстафа Шоқай атамыздың өмірінен болсын, Абай атамыздың өмірінен де барлық баласын оқытты, Оспанды да оқытты, Ысқақта медреседе оқыды, Жаманхан медресесінде. Бірақ кімді Құнанбай атамыз Семейге берді? Абайды берді, таныған үшін. Ал Абай келгеннен кейін өзінің әкесі 13 жасында алып келіп ел билігіне араластыра, ел шаруасын араластыра бастағаннан Қалиолла деген інісін өтінішпен Абай жіберді. Ал оны таңдаған 13 жастағы Абай Қалиолланы оқуға жіберуді таңдаған. Ал өзінің бір шешеден туған Ысқақ деген немересі інісі бар еді. Оспан деген інісі бар еді. Бірақ одан кейінгі шешеден туған Қалиолланы таңдап жіберді. Бұл жерде 13 жасар баланың әділеттігі де тұр, және кісі тануы тұр. Шын мәнінде Қалиолла сол үмітті ақтады, кейіннен үлкен әскери қызметте жүргенде аурудан қайтыс болды, өкінішке орай. Міне, осы барыста бұл тұлғалардың қалыптасуына кісі тану, әкенің кісі тануы өте үлкен рөл қалыптастырған. Жаңағы айтып отырған Ыбырай атамыз Балғожа би танығаннан, оның талабын көргеннен бері қазақтың қай тұлғасын алып қарамаңыз, сол кездегі бәрінің де өзінің талабы, кісілігін танығандықтан оларды оқуға береді. Жаңағы Семейдегі, Орынбордағы бір қанша белгілі оқу орындарда не бар, санау. Соларға берді. Солардан кейінгі біздің қоғамға әйгілі қайраткерлер өсіп шықты. Міне бұл кісі танудың, қазақтың тағы да жақсы сөз бар. Суды сіңетін жерге құй дейді. Шын мәнінде бұл балаңызды оқытпай қой деген әңгіме шықпайды бұдан. Жалпы беттік сауатты болмақ, бұл қазіргі таңдағы бүкіл әлемде қалыпты үрдіске айналды онысы да. Бірақ ішіндегі жаңағы бір кемел маман шығатын, керемет биік деңгейдегі кісі шығатын баланы таңдау керек. Соны ары қарай тереңдетіп оқытудың басымдығын соған беру керек. Соны курстарға жаздыру керек, жалпы беттіктен көріп. Міне бұл біздің қоғамдағы мамандардың сапалануына, ұрпақтың сапалануына, содан келіп біздің отбасы құндылықтарының рухани параметрінің өсуіне алып келетін ұлттық құндылықтарымыз. Үшінші бір айтатын мәселеміз, мынау өзіміздің қоғамдағы, тарихымыздағы ұлттық құндылықтарды бүгінгі заманауи отбасынан сырып тастамау керек. Бүгін жастардың санасында қалыптасқан үрдіс, мынау батыс әлеміндегі құндылықтар ерекше, біздің құндылықтар заманнан қалып қойды деген сыңайлы көзқарастарды біз көп естиміз. Бірақ бұл пікірмен мен өз басым келіспеймін.
Өйткені батыстың тәжірибелері, әрине біз озғын аламыз. Бұл біздің тарихи тәжірибемізде бар нәрсе. Мынау орыс халқының осы тәжірибелерін, батыстың осы тәжірибелерін біз өзіміздің болмысымызға осыған дейін тілдік мәдениетімізге, кісілік мәдениетімізге, отбасылық мәдениетімізге сіңіріп келген халықпыз. Бұл үрдіс жүре береді жаңғыру. Бірақ біз өзіміздің асылғы мәдениетімізден қол үзіп қалмауымыз керек. Бұл қандай құндылықтар дегенде, бұл жаңағы дастархан мәдениеті, отбасындағы сыйластық мәдениеті, ата-әже институты, аналық институт, әкелік институт өзімізден қалыптасқан. Осыларды біз тарихымызда қалай болды? Бұл не үшін? Бұл біздің генетикамызға жақын. Бұл біздің ұлттық кодымызды дұрыс табады, дұрыс ашады. Сол ашылған кодпенен біз басқа халықтардың озық мәдениетін алып кететін болсақ, ұштастырып, бұл бүгінгі таңда шын мәніндегі заманауи отбасын қалыптастырады. Және біздің өзіміздің ұлттық бірегейлігіміз көрініп тұрады бұл мәдениеттен. Әйтпесе, мынау батыстікін сол қаз-қалпында көшіріп алып, еуропалықтар мен біздің айырмашылығымыз неде? Ешқандай қалмауы мүмкін. Тілімізде, түрімізде сақталғаны болмаса. Ал біздің әлемге абайды айтып жатырмыз. Әлем таниды деп жатырмыз. Жарайды, таныған әлем ол кісінің несімен таниды? Ұлттық бірегей ойлау жүйесімен таниды. Сол негізде қалыптасқан рухани биік параметрмен таниды. Сол деңгейімен таниды. Сондықтан біз тұлға тәрбиесінде өзіміздің ұлттық қазығымыздан алыстап кетпеуіміз керек. Ол өзі байи береді уақыт өтісімен, бірақ жаңағы жаңғыртып отырмақ керек. Дастархан мәдениет дегенде біз айтпаймыз, киіз үйдің ішіне барып, жаңағы стол баяғыдай жасап, жоқ, олай емес. Біз ұлттық тағамдарымыз қойылса сол жерде. Сол жерде жаңағыдай мәдениеттер айналысы күнделік жүріп тұратын болса, бүкіл отбасында біз қонаққа барсақ та солай болса, ол бала ертең ұлттық тағамдар болған дастарханда тұрған. Өзінің қай ұлт екенін сезіндіреді. Және әке де осы мәселені қадағалап отырса, жаңағы үйде бір жүйе болады ғой, әр үйде өзінің. Сол жүйеде әке осы мәселені өзінің жауапкершілігінде сырттай бақылаушы ретінде қатысып отыратын болса, бұл баланың тәрбиесінде біздің отансүйгіштік тәрбие, барлығы қазақ өзі бір ауыз сөзбен айтады, отан отбасынан басталады деп. Тура осы отан сүйетін мәдениетте, ұлтты сүйетін мәдениетте, адамзатты сүйетін мәдениетте отбасынан келіп шығады. Және ол жерде әкенің рөлін біз бүгінгі отбасындағыдай жоққа шығара бермеуіміз тиіс. Яғни бір жаққа сілтеп қой, анасы жасайды, бұның барлығы анасы қалыптастырады дегеннен көріп, әке өзі қол салып істегені абзал. Яғни өнеге. Сосын мынау тағы бір нәрсе бар. Жаңа айтып өттік, әкем өзі ертіп жүретін. Тіпті әкенің ертіп жүретін біз мынау үлкен кісілерден бата алатын бір дәстүр бар қазақ. Батасыз ер арымас, баталы ер арымас дейді қазақта. Арымас дегені қажып қартаймайды деген, қажып шаршамайды деген сөз. Яғни бүгінгі тілмен айтатын болсам, ол бір энергиясы тасқындаған сондай оң энергиялы адам болады деген сөз. Мынау сөздің энергиясы бүгінгі таңда дәлелдеуді қажет етпейді, барлық адам түсінеді ғой. Тура сол сияқты мынау бата алу, бұны да адамды таңдап отырып ішінен бата алдырады. Батасын береді. Осы мәселенде әке қазақ тарихындағы қай батырды алмаңыз? Бата бар ма? Бар. Жауға шығатын кезде бата шығады. Қосынға қосылатын кезде бата шығады. Міне осының барлығы ұрпақ тәрбиесінде міндетті түрде ескерілуі тиіс ұлттық құндылықтарымыз біздің. Сонымен бірге әркімнің өз орны болса, әсіресе мынау бізде үлкен құндылық бар ұрпақ тәрбиесінде басып айта кетуге тиісті. Ол ата-әже алдыңғы буын, сосын мынау ата-ана ортаншы буын, сосын балалар
үшінші соңғы осы үш буынның бір отбасында бір шаңырақта тұру. Бүгінгі таңда ондай отбасылар жоқ емес, бірақ өкінішке орай жаңағыдай дастархан басында бірге отыра алмайды. Ата әже өз алдына бір отбасында тұрады, бірақ дастарханда біреу жұмысқа кетіп жатады, біреу келіп жатады, ата әжемен қалып қояды бала. Немесе ата әже қонаққа кетіп қалса, кей күндері әке шешемен ғана қалып қояды. Негізінде бір уақытта жаңа айттық, біздің ұсынысымыз. Тым құрғанда аптасына бір қанша мәрте болса да, бала толық құрамдағы тәрбиені көрсе, бұл өте маңызды. Бүгінгі таңда. Өйткені ата әже оған өмірлік тәжірибесін ұсынады. Және өмірлік тәжірибеде оң нәтиже берген нәрселерді сіңіруге тырысады. Ол кезде жаңағы әкелердің бүгінгі таңдай орны ойсырамайды. Сондықтан бұл мәселені әкелер бүгінгі ұрпақ тәрбиесінде заманауи отбасында ескеруі тиіс деп есептеймін. Сондықтан жинақтап айта кететін мәселеміз мынау. Шынында бүгінгі таңда заманауи отбасы бұрын қазақ аттың құлағында ойнайтын болса, қазақтың баласы. Бүгінгі бала жан-жақты заманды меңгеру дейтін Абай атамызда бір өте жақсы сөз бар. Бұл үлкен рухани деңгей. Яғни бүгінгі заманға не қажет? Біз отбасында сол мәселені баламызға сіңіруіміз керек. Яғни енді қараңыз, әке бұл нәрсені білмейтін болса, бүгінгі заман ағысы қандай, не нәрсе қатты өзекті, баланың өмірінде, бала есейген кезде қандай мәселе өзекті орынға шығуы мүмкін дегенді әке есептеп біліп отырмайтын болса, бұл әрине бала ержеткенде өзінің қоғамдағы рөлінде болсын, отбасылық рөлінде болсын, жекелік тұлғалық рөлінде болсын, қателік жібереді. Сондықтан бүгінгі әкелер заманды меңгеру өнерін меңгермек керек. Яғни өзі біліп отыру керек. Бұны біз Құнанбай атамыздың өмірінен көреміз. Бұны біз жаңағы Балғожа бидің өмірінен көреміз. Бұны біз жаңағы Шоқай атамыздың өмірінен көреміз. Яғни қағаз ғылымның мынау біліммен іске асатын технологиялардың дәуірі келе жатқан білген бабаларымыз баласын таңдап ішіне бір ұрпағын осындай ғылымға берді. Ал ол деген сөз оқып келген қалиолла не болды? Қасында көптеген көршілеріне санап алсақ, 20-ның айналасында ажырап бер жағында адамға орыс тілін сабақ берген екен. Міне шұғыласы әулетке түседі деген сөз. Осы айтқандар зерделей келсек, бұл өз бір комплектті жүйе біздің балаларымызда. Ол өнеге көрсету болсын, ол жаңағы баланы тану болсын, ұлттық құндылықтар мәселесі болсын, жаңағы рухани құндылықтар, оның бата алуы, ата әжеден өнеге көруі, өзінің ұлттық тамырына бойлау болсын, барлығы комплектті түрде бір тұлғаны жетілдіретін бір метод ретінде қарастырсақ, бұл әкелердің ескеруге тиіс мәселесі деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет.